Алматы қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Дүйсенбаева Мөлдір Үсенқызы. Сіздердің назарларыңызға 10-шы сынып қазақ тілі, жаратылыстану математика бағытындағы бірінші тарау қазіргі қоғам құндылықтары, мәдениет және өркениет тарауындағы панорамалық сабағымды ұсынамын. Сабақтың тақырыбы адамзат әлемі және құндылықтар деп аталады. Сабақтың жүзеге асатын оқу мақсаттары: оқылым, мәліметтерді өңдей білу деңгейіндегі мақсат, мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу. Екінші, әдеби тіл нормасы бойынша пунктуациялық норма, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Осы оқу мақсаттарының негізінде барлық оқушыға бірдей ұғынықты, түсінікті, ойларын еркін, пікірін, дәлелдерді келтіре алу үшін төмендегідей мақсаттарды шығардым. Барлық оқушы үшін мәтіннен негізгі ойды анықтайды, көтерілген мәселеге баға береді, мәліметтер мен пікірлерді жіктейді, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді орынды қолданады. Осы оқу мақсаттары мен сабақ мақсаттарын негізге ала отырып, төмендегідей белсенді оқу әдіс тәсілдерін оқу үдерісінде қолданамын. Сабақтың мақсаты мен тақырыбына сәйкес бүгінгі сабағымызда қолданылатын тілдік мақсаттар, тірек сөздер, құндылықтар әлемі, ұлттық құндылық, адамзаттық құндылық, рухани құндылық, материалдық құндылық, сыныптағы айтылым дағдысы үшін пайдаланатын тілдік бірліктер, себебі, нәтижесінде, соның салдарынан, мәселен, сондықтан. Бағалау үшін пайдаланатын тілдік бірліктер: біздің ойымызша, менің пайымдауымша, менің көзқарасым бойынша. Сабақ мақсаттары негізінде төмендегідей белсенді оқу әдіс тәсілдерін қолдандым. Сабақтың басы ой түрткі кезеңінде жаңа сабаққа бір қадам жасау мақсатында ұжымдық жұмыс, яғни бейнеролик көрсету арқылы сабақтың мақсаты мен тақырыбын бірге болжайтын боламыз. Келесі, сабақтың ортасы, яғни ой таразы кезеңінде оқылым алды тапсырмасы орындалады. 5 сурет, 1 жауап әдісі. Келесі, оқылым кезеңі, топтық жұмыс жасайтын боламыз. Тыңдап отырған үштік әдісі, оқылымнан кейінгі жазылымға дайындық кезеңінде, яғни ұжымдық жұмыс. Бұл жерде артық болмас айдарың, қызықты грамматикадан тапсырмалар орындалады. Келесі кезеңіміз оқылымнан кейінгі жазылым кезеңі, жеке жұмыс орындалады, яғни газет мақаласы әдісімен жұмыс жасайтын боламыз. Сабақтың соңы ой таразы кезеңі деп аталады. Бұл кезде оқушылардың сабақ бойы алған білімдерін негіздей отырып, рефлексия жасайтын боламыз. Яғни 3-2-1 әдісін негізге алдым. Сабақтан алған сіздің 3 маңызды ақпаратыңыз, қиындықтар тудырған 2 аспектті ұсынасыздар. Келесі, сабақтың барысында туындаған бір сұрақты оқушылар маған қалдыратын болады. Оқушылар, амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Сәлеметсіз бе апай? Сіздердің назарларыңызға, оқушылар, мен тыңдалым мәтінін ұсынғым келіп отыр.
Жаңа сабақымыздың басы, яғни ой түрткі кезеңі деп аталады. Жаңа сабаққа бір қадам жасау барысында мен сіздерге тыңдалу мәтінін ұсынған болатынмын. Не байқадыңыздар, не көрдіңіздер, ойларыңызды айта отырсаңыздар. Бұл видеода адамгершілік туралы айтылған, адамның рухани құндылықтары туралы айтылған, адамның ең басты бес құндылығы бар екені айтылып тұр. Және де ол адамның өміріндегі ең маңызды құндылықтары. Айман, жарайсың. Келесі кім ойын білдіреді? Мен айтсам бола ма? Жақсы. Құндылықтың басты белгісі оның бойында адамға ықпал ететін қасиеттердің болуымен сипатталады. Және менің ойымша, осы видео айтылғандай, ең басты құндылықтың бірі ол ішкі тыныштық және өзіне деген құрмет болып табылады. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсатына назар аударсаңыздар, жалпы оқылым стратегиясы бойынша жұмыс жасаймыз. Мәліметтерді өңдей білу дағдысы негізінде мәтінді оқып, негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу. Әдеби тіл нормасы бойынша пунктуациялық норма, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді қолдана білу. Осы сіздердің қабылдау деңгейлеріңізді, сөйлеу дағдыларыңызды негізге ала отырып, төмендегідей сабақ мақсатын құрастырдым. Яғни барлық оқушы үшін мәтіннен негізгі ойды анықтайды, көтерілген мәселеге баға береді, мәліметтер мен пікірлерді жіктейді, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерді орынды қолданады. Енді назарларыңызды, балалар, оқылым алды тапсырмасына аударғым келіп тұр. Оқылым алды тапсырмасы. Ол үшін мына әдісті негізге аламыз. 5 сурет, 1 жауап әдісі арқылы төменде берілген суреттердің қайсысы құндылық деп ойлайсыңдар? Себебі неде? Апай, мен айтып көрсем болады ма? Әрине, аяулым, айта ғой. Мәселен, осы Мұхтар Әуезов Абай жолын жазды, иә. Айтарлықтай, ол жерде ең басты құндылықтың бірі деп мен тілді айтсам да болады деп ойлаймын. Себебі ең басты түпкір ол осы қазақтың осы бір түпкірі батырлар, хандар, шешендер осы ана тіліміздің бір құндылығы болып есептеледі деп мен ойлаймын. Қарайсың, рахмет. Яғни тіл құндылығы екен. Келесі сурет, құндыз. Мына тұрған әшекей бұйым туралы сөйлей қойшы. Менің ойымша, бұл зергерлік әшекей бұйымдар біздің қазақ халқының ежелден бастап біз өмірге тарихымызбен түрлі өткен әртүрлі тарихи шаруашылығымен, тарихи оқиғалармен тығыз байланысты деп санаймын. Сол үшін осы әшекей бұйымдарымыз біздің құндылықтарымыздың бірі болып табылады. Келесі қобыз туралы кім айтады? Мен айтайын. Айман? Қобыз қазақтың ұлттық классикалық аспабы болған соң материалдық құндылыққа жатады деп ойлаймын. Қобыздың атасы бізде кім? Қорқыт. Қорқыт ата, жақсы. Келесі сурет туралы кім өзінің ойын білдіреді? Мәселен, жалпы адамзаттық құндылықтар ол жеке тұлға бойында өмірге келген сәтінен бастап осы табиғатпен бірге дамиды. Жақсы. Келесі сурет. Біріншіден, бұл кітап жай кітап емес, ол қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев жайында кітап. Абай Құнанбаев қазақтың өте мықты ұлы ақыны болғандықтан, ол әрбір қазақтың тарихына енген адам. Сондықтан бұл ұлттық мұра немесе ұлттық рух деп айтсақ та болады. Абай атамыздың әрбір шығармасы қараңғы түнде адастырмас темір қазық іспетті екен, оқушылар. Жарайсыңдар, жақсы. Ендеше сабағымыздың келесі айдарына, қазына кезеңіне де келіп жеттік. Оқылым кезі. Оқылым кезеңінде тыңдап отырған үштік әдісі, топтық, жеке жұмыс жасауда ең тиімді әдістердің бірі деп қабылдадым. Мысалы, шешен рөліндегі оқушылар неге қол жеткізеді? Мәтінді оқып, идеясын ашатын сөйлемдердің астын сызып, мәтіндегі негізгі ойды түсіндіре білуге машықтанады. Тілшілер негізгі айтпақ ойдың астарына үңіліп, өзіндік бағасын,
көтерілген мәселеге баға беруге дағдыланады. Хатшылар шешен мен тілшінің ақпараттарын жинақтауға, қорытынды шығаруға төселеді. Сондықтан да мен барлық оқушыны оқу үдерісіне тарту, түгел жұмылдыру үшін осы әдіс тәсілдерді ұтымды деп қабылдаймын. Оқылымнан кейінгі жазылым кезеңіндегі газет мақаласы, редакциялау парағы әдістері оқушылардың айтылым, тыңдалым, оқылым дағдыларынан алған теориялық білімдерін жазбаша түрде ой қорытындылай білуіне мүмкіндік жасайды. Тіл ұлттық құндылық тақырыбындағы мәтінді оқып, не туралы екенін айтасыңдар. Екінші рет оқып, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Көтерілген мәселеге баға бересіңдер. Ол үшін біреуің шешен, біреуің тілші, біреуің хатшы рөліне енулерің маңызды. Ендеше мәтінді оқиық. Кім оқисын? Иә, Абылай. Бүгін Абылай сабақта өте белсенді, жарайсың. Тіл ең асыл құндылық. Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан қашпауда, жалықпауда керек. Себебі тіл бүкіл бір халықтың жүрегі, ұлттық рух, ұлттық дәстүр мен салт жатыр. Сондықтан әр халықтың өз тіліне мақтанып қоймай, оны дамытуы, жұмыс жасау керек. Себебі қазір әлемде жойылып кетуі мүмкін тілдер қатары бар. Бұл тілдер қолданыстан қалып, сөйлеуімен өмір сүруін тоқтатқандар. Оған басты себеп сол ұлттың не халықтың жойылып кетуі тікелей себебі болады. Одан қала берді, отарға тап болған елдердің де сол держава тіліне бағынып, өз өмір сүруін жоғалтады. Тіл ең сұлу қару. Тіл ең асыл құндылық. Тіл ең керемет қатынас құралы. Әлемдегі ең көп таралған тіл ағылшын тілі. Себебі оның таралуы және қолданылу аймағы кең. Ал ең сұлу тіл француз тілін атайды. Дегенмен осы қатарға өзіміздің қазақ тілінде қосуға болады. Неге? Қазақ тілі әлемдік мағынасы көп, синонимдік тіркесі мол, сөйлеу стилі сұлу, ерекше тіл. Жарайсың, Абылай. Шешен бізде кім болады? Құндыз. Ал бастай ғой, Құндыз. Жалпы мен осы мәтіннің идеясын ашатын сөйлемдердің біреуін таңдайтын болсам, өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге құрмет білдіріңіз деген сөйлемді таңдап едім. Өйткені бұл сөйлем, бұл мәтіннің идеясын, мән-мағынасын ерекше ашатын сөйлемдердің бірі болып табылады. Жақсы. Тілші? Мен айта кететінім, ол ана тіліміз, ол ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұраның бірі болып табылады. Демек, әр адам осы өзінің ана тілін көзінің қарашығындай қорғап, оның тазалығын сақтау тиіс деп ойлаймын. Жақсы, жарайсың, рахмет. Хатшы? Тіл арқылы ұлттың рухы, болмысы, дәстүрі жеткізіледі. Тілдің жойылып кету қаупі бар, тілдер қатарына кірмес үшін әр халық өз тілін мақтана қоймай, оны құрметтеп және өзін дамыту керек. Жақсы. Енді мәтіннің төңірегінде өзім тілші ретінде сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Мәтінде оқушылар ең кең таралған тіл қандай тіл деп айтты? Кім жауап береді? Ағылшын тілі. Ал ең сұлу тіл қандай тіл деді? Француз. Ал сөздік қорық мол, синонимдік, антонимдік, тұрақты тіркестері мол, мақал мәтелдерге бай. Ол қандай тіл деді? Ана тілі. Әрине, біздің ана тіліміз екен, е? Ана тіліміздің астарында ол тарихтың несі жатыр? Сыры жатқанын біз ұмытпауымыз керек екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Рахмет. Келесі осы оқылым мәтінінің екінші қадамына назар аударайық. Яғни жеке жұмыс жасайтын боламыз. Жаңа топпен бірге ойымызды талқыладық. Енді жеке жұмыс жасаймыз. Ол үшін Т кестесіне назар аударамыз. Мәліметтер берілген, пікірлер берілген. Экранға қарап отырсыздар ғой? Одан кейін үшінші бағанда өздерің өңдейсіңдер. Яғни 5 сөйлеммен жаңағы оқыған мәтіндеріңді 5 сөйлеммен өздеріңнің ой қорытындыларыңды жазасыңдар. Апай, мен айтсам болады ма?
елбасымыз үш тілді білуді міндеттеп отыр. Болашақта бұл үлкен мәселе болмақ. Менің ойымша, егер адам өзге тілді білетін болса, ол рухани бай адам деп ойлаймын. Өйткені сол тіл арқылы басқа халықтың мәдениетін, дәстүрін үйренеді. Басқа тілді үйрену арқылы танымы кеңейеді. Сондықтан да мен өз замандастарыма әр кезде де өзге тілдердің барлығын біліп, бірақ та өзіміздің қазақ тілін құрметтегенін қалаймын. Оқылымнан кейінгі жазылым кезеңіне де келіп жеткен сияқтымыз. Сіздерге жеке жұмыс берім келіп отыр. Газет мақаласы әдісі бойынша адамзаттық құндылық ұлт болмысы деген тақырыпта 4 құрмалас сөйлеммен 7 жай сөйлемнен тұратын үндеу хат жазасыңдар. Яғни орта мектеп оқушыларына арнап үндеу хат жазасыңдар. Сыныптастарыңа үндеу хат жазсаңдар болады. Ойдың ара жігін ажырататын тынысбегілерге ерекше мән бересіңдер. Түсінікті ме? Сосын оны телеграмға салып жүктейсіңдер. Мен сол жақтан сендерге кері байланыс жасайтын боламын. Кейбір сабағымызда баяу қатысып отырған оқушылар үшін мынандай саралау әдістерін бергім келеді. Қолдау әдісінің негізінде синтаксистік бірліктер арқылы өз ойларыңды ортаға салсаңдар болады. Біз есептейміз, себебі басты айырбасқа келмейтін құндылығымыз, мәселен, тілсіз ұлт болмайды, сондықтан құрмет тұтуымыз керек. Соның салдарынан нәтижесінде артады деген тілдік бірліктерді негізге алып, ой тұжырым жасасаңдар болады. Сабағымыздың соңына келіп жеткен сияқтымыз ой таразы кезеңі. Сабақтан алған 3 маңызды ақпаратты ұсынасыңдар. Қиындық тудырған 2 дерек, сізді ойлантып қойған 2 дерек айтасыз. Сабақтың барысында туындаған бір сұрақ. Көкейлеріңде жүрген тіл саласына бір сұрақты қойсаңдар болады. Ең бірінші біздің сабағымызда құндылықтың түрлері қандай екенін білдік. Екіншіден, біздің тіл құндылықтарымыздың ең маңыздысы болып саналатынын үйрендік. Және үшіншіден, қазақ тілі өзіміз үшін ең маңызды және қымбат құндылықтың бірі екенін үйрендік. Абылай? Мен алаңдатқан ақпарат ол ең әдемі тіл неге қазақ тілі болмасқа, ең көп танылған тіл қазақ тілі болмағанға. Келесі, маған қоятын сұрақтарың бар ма? Бір сұрақтарың. Қазақ тілінің жаңағы өте биік деңгейге таралуына біз қандай үлес қосуымыз керек? Немесе іс-әрекет жасауымыз керек? Өте жақсы, Абылай. Ол үшін біз асыл мұраларымызды бағалауымыз керек, қадірлеуіміз керек. Соны жүрегімізде мақтаныш етіп ұстауымыз керек. Жалпы адамзаттық құндылығымызды, болмысымызды мына жүрегімізге сіңіруіміз керек. Сонда ғана еліміздің іргесі бекем, тұғыры биік болады. Панорамалық сабақты жоспарлауға ықпалы туралы қорытындылар. Панорамалық сабақты жоспарлау тәсілдеріне ықпал еткен дағдылар. Сабақ жоспарлау кезінде оқу мақсатына сай тиімді әдіс тәсілдерді сұрыптау, оқушылардың оқу мақсатына қол жеткізуі үшін бағалау критерийлері мен дескрипторларының маңыздылығын түсіндім. Оқу үдерісінде қолдану тиімді екенін аңғардым. Жоспарлау тәжірибесін дамытуда. Алдағы уақытта сабақ жоспарлау үдерісінде оқу мақсатына қол жеткізу үшін жас ерекшелігін, ойлау деңгейін ескерген маңызды белсенді оқу әдіс тәсілдерін пайдаланамын. Соның ішінде саралау тапсырмаларының дағдыларын ескеру мен үшін маңызды. Саралау тапсырмаларын әрбір сабақтың өн бойында көрініс табу керек екенін ұқтым. Сабақ жоспарлау кезінде оқушылардың кері байланысынан кейінгі маған туған ой.
оқылым дағдыларын дамыту үшін саралау тапсырмаларының маңыздылығын түсіндім. Тақырыпты болжау үшін оқушылармен бірге сабақтың мақсаты мен бағалау критерийлерін талдау сабақ мақсатына жетудің жолы екендігін түсіндім. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Жақсы оқушылар, келесі кездескенше, келесі сабағымызда амандықта, саулықта жүздесуді Алла нәсіп етсін.